Баршаңызға сәлем. Бүгін біз лағман созуды үйренетін боламыз. Мен алдын ала қамыр жасап қойған болатынмын. Қамырдың құрамында тұз, 2 жұмыртқа және қаттылап илеуді ұмытпаңыздар. Мінекей менің қамырым дайын. Кішкене демалтып қоям. Одан кейін қамырымды осылай үстінен басып кішкене үстіп жалпитып аламды. Және де кесіп май жағып легенге бетін салафанмен жауып сәл тағы да демалтып алам. Одан кейін дайын болған қамырымызды алып осылай домалақтап қолмен илеп легенге қайтадан бірінен соң бірін осылай бұрап орналастырамыз. Тоже қайтадан бетін жауып қойып демалтқаннан кейін қайтадан осылай орап жасайтын боламыз. 2 қолдың көмегімен әбден орап бөлек осылай істеңіздер достар, бір-біріне жабысып қалмау керек. Енді бөлек тұрған қамырымызды алып осылай өте оңай, қарапайым, негізі қиын болып көрінгенімен өте оңай өйстіп созып сразу қазанға қайнап тұрған суға пісіріп алсаңыздар болады, немесе қойып сосын барып пісірсеңіз де болады. Міне мен әрқайсысын бөлек жайып алған болатын. Осылай бәрін домалақтап істеп алғаннан кейін тек созып қазанға сала қойыңыздар. Мен на место салып пісірдім. Алдын ала кешірім сұрайын, пісірген жерін тестамды түсірмеппін. Но бірақ созылу жолын сіздерге көрсеттім. Рахмет баршаңызға.